Қайырлы күн достар. Бүгін үй жағдайында балмұздақ дайындайтын боламыз. Ол үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Балалық шақтағы пломбир мороженоyды сағынсаңыздар, дәл осы рецепт бойынша менімен бірге дайындаңыздар. Балмұздақтарында арнайы осындай силиконовый формочкаларда қатырып алдым. Егер де сіздерде бұндай форма болмаса, еш мұңаймаңыздар. Оған болмаса осындай силиконовый бір қандай да болсын формаларыңыз болса, мен кекістікіне жартысын құйып қатырып алдым. Сіздерге түсінікті және қалай шығатын көрсету үшін міне осындай болды. Және де ыдысқа да қатырсаңыздар болады. Ал енді балмұздақ дайындау үшін сүтімізді, қантымызды және құрғақ сүтімізді қосып араластыра отыра баяу отта қайнататын боламыз. Барлық мөлшерін мен сіздерге видеоның астына описание бөліміне жазып кететін боламын. Міндетті түрде араластырып отырыңыздар, өйткені асты жабысып қалуы мүмкін, және де баяу отта қайнатқандарыңыз дұрыс. Сүтіміз қайнайын деп қалғанда, біз крахмалымызды салқындатылған суға араластырып езіп аламыз. Ал енді қайнап қалған сүтімізге крахмалды қосып араластырамыз. Толығымен қайнағаннан кейін біздің массамыз қоюлана түседі. Содан соң осы қайнағаннан кейін 2-3 минут араластырасыздар баяу отта. Ал енді бөлме температурасында суытып және тоңазытқышқа 3 сағатқа салып аласыздар. 3 сағат өтейін деп қалғаннан кейін, ал енді екінші кремімізді дайындаймыз. Ол үшін 33%-лық сливки қажет болады бізге. Сливкемізді жақсылап миксерлеп аламыз. Сливкемізді миксерлеп біткеннен кейін творожный сырымызды саламыз. Егер де сіздерде творожный сыр болмаған жағдайда, онсыз да жасай беруге болады, мороженоyымыз дәмді болады. Бес 6 минут миксерлеп болғаннан кейін осындай массамыз пайда болады. Содан соң екі массамызды біріктіріп, тағы да миксерлейміз. Екі-үш минут миксерлесеңіз жеткілікті болады. Міне біздің пломбир мороженоyымыз дайын болып қалды. Тек қана қатыру қалды. Енді үстіп, осы массамызды формамызға құйып шығамыз.
барлығын түгелмен құйып шықтым. Ал енді осы таяқшамызды саламыз. Содан соң тоңазытқышқа бір түнге қоясыздар. Міне өте дәмді балмұздағымыз дайын болып шықты. Ал енді әсемдік үшін балмұздағымызды осындай шоколад пен сұйық майды ерітіп және орех қосып сыртын әсемдесеңіздер болады. Осылай араластырып аласыздар және балмұздақтың үстіне салып, осылай видеодағыдай тағы да тоңазытқышта қатырып алсаңыздар болады. Бұның сырты тезірек қатады, өйткені сұйық маймен және шоколад тез қатып қалады. Міне балмұздақтарымыз дайын болды. Өте дәмді болып шығатын балалық кезіміздегі балмұздақты міндетті түрде дайындаңыздар. Осы видеом сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Айгүл Сәкенова, сау болыңыздар.